Жалақшы төлеңіз. Рахмет. Келесі аялдама қандай? Келесі аялдама Шокин аялдамасы. Рахмет. Аяқ қостық, қол денеміздің жанымызда. Саламатсыздар ма, балалар? Екі аяқпен. Секір. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін таңда екі сұрақ бар. Бірінші сұрақ Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы. Как отметил Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана, государственный язык должен стать языком межнационального общения. Управление культуры и развития языков и архивного дела приглашает всех желающих на бесплатные курсы по изучению государственного языка. Записаться на курсы можно во всех городах и районах области.